Мысырдан шығу. 8-ші тарау. Мұнан соң жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Перғауынға барып, сөзімді жеткіз. Жаратқан ие мынаны айтады. Маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер одан бас тартсаң, бақалар қаптатып, бүкіл өлкеңе залал келтіремін. Нілде бақалар құжынап, олар судан шығып, сарайыңа, ұйықтайтын бөлмеңе, тіпті төсегіңе дейін кіріп кетпек. Олар уәзірлеріңнің сарайлары мен бүкіл халқыңның үйлерінде, пештерің мен қамыр аштатын ыдыстарыңды да жайлайды. Өзіңнің, халқыңның және бүкіл нөкерлеріңнің үстерінде бақалар секіріп жүрмек. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға тағы да былай деп бұйырды. Харонға мынаны айт. Қолыңа таяғыңды ұстап, өзендер, арықтар және тоғандарға қарай көтеріп тұр да, бақаларды шығарып, Мысыр елін бақаға қаптат. Харон қолын Мысырдың суларына қарай көтергенде, олардан бақалар шығып, елді жайлап алды. Ал абыздар да сиқыршылықтарымен солай істеп, Мысыр жеріне бақалар шығарды. Сонда Перғауын Мұса мен Харонды шақырып алып, оларға былай деді. Жаратқан иеге менен және халқымнан бақаларды алып кете көрсін деп жалынып сиыныңдар. Содан кейін мен халықты жаратқан иеге арнап құрбандық шалып, ғибадат ету үшін жіберемін. Мұса Перғауынға жауап беріп, менің сіз үшін, нөкерлеріңіз бен халқыңыз үшін, оған қай уақытта сиынуымды қалайсыз? Соны өзіңіз белгілеңіз. Сонда барлығыңыз және үйлеріңіз бақалардан құтылып, тек өзендегілері ғана қалады, деді. Перғауын ертең деп шешті. Мұса, айтқаныңыздай болады. Құдайымыз жаратқан иеге тең келетін ешкімнің жоқ екенін осыдан білетін боласыз. Өзіңіз, үйлеріңіз, нөкерлеріңіз бен халқыңыз бақалардан құтылып, олар тек өзенде ғана қалады, деді. Мұса мен Харон Перғауыннан шыққаннан кейін, Мұса жаратқан иеге дауыстап сиынып, Перғауынға бола құжынатып алып келген бақаларынан елді құтқарсын деп өтінді. Жаратқан ие Мұсаның Перғауынға алдын ала айтқан сөздеріне сай істеді. Содан барлық үйлердегі қоралар мен даладағы бақалар құрып кетті. Жұрт оларды жинастырып, төбе-төбе етіп үйіп қойды. Сонда сасық иіс бүкіл елді алып кетті. Алайда Перғауын апаттан құтылғанын көргенде, жүрегін қайтадан қасарыстырып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала білдірген еді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Харонға мынаны айт. Таяғыңды сілтеп, жердің шаң тозаңын ұрып жібер. Сонда бүкіл Мысырдағы шаң тозаң масаларға айналады. Олар солай істеді де. Харон қолындағы таяғын сілтеп, жердің шаң тозаңын ұрып қалғанда, адамдар мен малдардың үстіне масалар жабыла қонды. Бүкіл Мысыр еліндегі шаң тозаң масаларға айналды. Абыздар да сиқыршылықтарымен масалар келтіргілері келіп еді, бірақ қолдарынан келмеді. Ал масалар адамдарға да, малдарға да жаппай қонды. Сонда абыздар Перғауынға, бұл Құдайдың құдіретті ісі, деді. Алайда Перғауынның жүрегі қайтпастан қасарысып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала айтқандай еді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Ертеңгісін ерте тұр да, өзенге бара жатқан кезіңде Перғауынның алдынан шығып, сөзімді жеткіз. Жаратқан ие былай дейді. Маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер оларды жібермесең, онда мен өзіңе, нөкерлеріңе, халқыңа және тұратын үйлеріңе шыбын-шіркейлерді быжынатып жіберемін. Мысырлықтардың үйлері мен далалары шыбын-шіркейге лық толады. Ал сол күні мен өз халқым мекендеген Гөшен еліне бөлек қараймын. Онда ешқандай шыбын-шіркей болмайды. Осылайша сен бұл елдің ішінде менің жаратқан иенің бар екенімді
білетін боласың. Мен өз халқымды сенің халқыңнан ажыратып қоямын. Құдіретімді көрсететін осы керемет ертең болады. Жаратқан ие солай істеді де. Перғауынның сарайы, нөкерлерінің үйлері, бүкіл Мысыр елі бұлттай қаптаған шыбын шіркейлерге толып, ел күйреп жатты. Сонда Перғауын Мұса мен Харонды шақырып алып, оларға: барып, құдайларыңа арнап, осы елдің ішінде құрбандық шалыңдар деді. Бірақ Мұса: олай істеуге болмайды. Құдайымыз жаратқан иеге ұсынатын құрбандығымыз мысырлықтар үшін жиренішті. Шалған құрбандықтарымыз оларға жиренішті болып көрінсе, бізді таспен атқылап өлтіреді емес пе? Біз 3 күндік жердегі айдалаға барып, Құдайымыз жаратқан иеге өзі бұйырғандай құрбандық шалуымыз керек деп жауап қайырды. Ал Перғауын: сендерді құдайларың жаратқан иеге арнап, айдалада құрбандық шалуларың үшін жіберемін. Тек алысқа бармаңдар. Енді мен үшін сыйыныңдар деп өтінді. Мұса: қазір қасыңыздан кеткен бойда жаратқан иеге сыйынамын. Ертең өзіңіз, нөкерлеріңіз бен халқыңыздан шыбын шіркейлер алыстап кететін болады. Тек Перғауын алдауын доғарсын. Халықты жаратқан иеге арнап, құрбандық жасау үшін баруға жібермей жүрмесін деді. Мұса Перғауынның алдынан шығып, жаратқан иеге сыйынды. Ол Мұсаның тілегеніндей істеп, Перғауынды, нөкерлері мен халқын шыбын шіркейлерден арылтты. Сонда елде бір шыбын да қалмады. Алайда Перғауын бұл жолы да жүрегін қасарыстырып, халықты жібермей қойды.